Үйде не себепті сықыруға болмайды? Діни аңыздардың баяндауынша, періштелер әке-шешесін тозаққа алып кеткелі, жындар күл-қоқыста жасырынып жатады екен. Егер біреу байқаусызда ысқырса, әке-шешеміз келіп қалған ба деп қуана сол адамға жүгіреді дейді. Егер оның адам баласы екенін көріп, сонша жерден жетіп келгенде алданғанын білсе, ашуланып адамды ұрады екен. Ондай адам ақыл-есінен айырылып жынданады дейді. Сондықтан ысқырма, шайтанды шақырасың деген тыйым пайда болыпты. Әсіресе үйдің ішінде, қорада ысқыруға болмайды дейді. Үйді жын-шайтан жайлап алуы мүмкін деген сенім бар. Оқылеме. Ертеде бір жігіттің қарт шешесі болыпты. Шешесі ауырып төсек тартып жатып қалыпты. Жігіт отын шауып, оны қалаға сатады екен. Шешесі күнде баласын қамын ойлап төсекте отырады. Баласы кешке үйге келгенде: «Балам, шаршамадың ба?» деп сұрайды екен. Баласы шешесіне білдірмей: «Шаршаған жоқпын ана» деп жауап береді. Бұл сөз ауырып шешесіне кішкене де болса қуат береді екен. Бір күні баласы жұмыстан шаршап келеді. Жанына батқан ауырлығы шаршатты ма, баласы ошақтың жанына жылынып отырып ахулап ұқылайды. Шешесі ұлдың қатты қажыған сезді. Баласының жағдайы жанына батқан шешесі ұлын түнімен уайымдап жүрегі қысыла бастапты. Баласы еш шара жасай алмай отырып қалады. Таң ата шешесі сары уайымнан қайтыс болады. Баласы анасының жүрегіне қайғының дертін салғанына өкініп жылапты. Содан бері ата-ананың жанында отырғанда ахуалап үхілеуге болмайды дейді. Олардың жанына батады деген тыйым пайда болыпты. Достар, арнаға жазыламыз, лайк басамыз, комментарий жазамыз. Қош сау болыңыздар.